сабағымызды бастайық. Бүгінгі 4-ші А сыныбы және бүгінгі сабағым мен мұғалім Мақсатова Нұрсұлу Асылбекқызы музыка пәнінің мұғалімі. Жақсы, олай болатын болса оқушылар, бірінші біз бір-бірімізбен бүгін деген амандасып алайық, иә оқушылар? Бәріміз тақтаға қараймыз, тақтаға қарап бір-бірімізбен Олай болса, әуенді амандасуды бастайық. Бастаймыз оқушылар. Дайындаламыз. Денемізді ұстаймыз бәріміз. Көңіл-күйімізді көтереміз. Денемізді ұстап, дайындалып айтамыз. Сәлем балалар. Сәлеметсіз бе апай? Күндерің қалай? Өте жақсы мынадай. Сабақты бастайық. Құлысқа қарайық. Үй таңдамыз сәл айтып. Бұларды жатпайық. Еркем-ай, қайырлы күн балақай. Еркем, ай, қайырлы күн апай-ай. Еркем-ай, қайырлы күн балақай. Еркем, ай, қайырлы күн апай-ай. Жақсы, өте жақсы оқушылар. Бірімізбен амандасып болсақ, олай болатын болса оқушылар, енді сиқырлы кітап арқылы бір-бірімізге жылы жақсы сөздерімізді арнап оқушылар және топқа бөлінеміз. Енді оқушылар Балалар менің сиқырлы кітаптарымды таңдап, қай топта екендіктерімді біліп алыңдар. Әр кітаптан шыққан сөздер арқылы достарына жылы тілектерімді жеткізіңдер. ал енді тездетіп шеттен сиқырлы кітапты басып, қолымызды неғылып, бірімізге жылы сөзімізді бірімізге арнай қояйық. Иә? Мен сыныптастарыма. Мен сыныптастарыма шабыт тілеймін. Мен бірінші топтамын. Тездет, жақсы отыра ғой, келе ғой. Тездетеміз оқушылар. Тездетіп, топқа бөлініп отыра қоямыз орнымызға. Мен сыныптастарыма қуат тілеймін. Мен екінші топтамын. Жақсы отыра ғой. Келесі. Нұрислам. Иә. Мен достарыма бақыт тілеймін. Мен бірінші топтамын. Өте жақсы отыра ғой. Тез. Келесі. Мен сыныптастарыма қуат тілеймін. Үшінші топтамын. Өте жақсы отыра ғой. Ахмет. Салауат. Тездетеміз оқушылар. Мен сыныптастарыма күш тілеймін. Мен бірінші Иә. топтамын. Жақсы отыра ғой. Тездетіп. Мен сыныптастарыма ерлі тілеймін. Мен бірінші топтамын. Жақсы, өте Мен жақсы. сыныптастарыма береке тілеймін. Мен бірінші топтамын. Өте жақсы. Келесі. Мен сыныптастарыма жігер тілеймін. Мен үшінші топтамын. Өте жақсы. Мен сыныптастарыма жігер тілеймін. Мен үшінші топтамын. Өте жақсы, Ясина. Иә. Кеттік. Мен сыныптастарыма өнер тілеймін. Мен екінші Екінші топтамын. топтан. Тездетіп отыра қояйық. Жақындап. Мен бірінші топтамын. Мен сыныма ынта тілеймін. Мен бірінші топтамын. Отыра ғой. Жақсы. Келесі. Мен сыныптастарыма сәттілік тілеймін. Мен үшінші топтамын. Өте жақсы. Келесі. Мен сыныптастарыма ырыс тілеймін. Мен екінші топтамын. Ой, жарайсың. Келесі. Мен сыныптастарыма құт тілеймін. Мен үшінші Үшінші топтамын. топқа бара ғой. Иә. Енді келесі. Мен сыныптастарыма сәттілік тілеймін. Мен екінші топтамын. Жақсы. Түгелміз ба? Бәріміз жақсы. Олай болатын болса бүгін түгелміз. Жақсы. Олай болатын болса оқушылар, бүгінгі өткенді қайталау үй тапсырмасын мен сіздерге қоржынның шашақтары арқылы сұрақ дайындап бердім. Сол сұрақтарға қазір жауап береміз. Енді одан бір үйге қандай тапсырма береді екен? Қандай тақырып береді? Иә, Ақкербез айта ғой. Арал тағдыры, ел тағдыры ол тақырып, ал аралым әні Алғашбаевтың әні. Сол әнді істеп келу. Әнді үйреніп келу. Жақсы. Олай болатын болса оқушылар, қазір мен сіздерге не арқылы өткенді қайталау, қоржын әдісі арқылы қоржынның шашақтарына жасалған сұрақтар бар. Сол сұрақтарға бәріміз жауап береміз. Түсінікті ме? Жауап береміз.
кеттік. Бірінші шашақты ашам. Қай топтан жаңа оқушылар сұрақтарға жауап береміз. Егер сұрақтарға жауап берген бүгінгі сабаққа қатысып отырған оқушыларды мен мына домбыра әдісі, домбыраның суреті арқылы сіздерді бағалап отырам. Өте жақсы, жақсы және орташа деген суретті бағалармен бағалап отырамыз сіздер. Жақсы, енді қазір мен бірінші сұрақтың бірінші шашақты басамын. Балалар менің сиқырлы кітаптарымды таңдап, қай топта екендігін Балалар менің сиқырлы Сұрағымыз арал туралы не білесіңдер балалар? Кәне, кім айтады? Иә, жақсы, әділет айтамын. Арал теңізінің татылып бара жатқаны, жер мен аша тұзынан табиғатқа, адам денсаулығына зиян келтіріп жатқаны белгілі. Арал теңізі тек біздің Қазақстан ғана емес, басқа мемлекеттерге де өзекті мәселелердің бірі. Оған отандық және шетелдік ғалымдар оның арнасын толтыру үшін жолдарын қарастырып жатыр. Дұрыс па оқушылар? Дұрыс, өте жақсы. Так, екінші сұрағымыз Тарас Григорьевич Шевченко деген кім? Кім айтады? Кім айтады? Тағы басқа бәріміз не қылайық? Осылай? Ақбербез айта ғой. Тарас Григорьевич Шевченко 1848 жылы Бутаговтың басшылығымен Арал теңізін жүргізу экспедициясына қатысып, 350-ден астам пейзаж портрет салған. Портреттер салған екен. Өте жақсы, дұрыс. Жақсы. Келесі сұраққа айтады. Керме деген. Рақымжан айта ғой. Керме қазақ поэзиясында қалыптасқан лирикалық шығарма. Керме өнегелік, тәрбиелік, мәні бар нақыл сөздерден құралады. Керме көбінесе домбыра аспабының сүйемелдеуімен орындалады. Дұрыс, өте жақсы, дұрыс, иә. Келесі ән дегеніміз не? Кім жауап береді кәне? Жақсы, кім жауап береді? Айшуа. Ән дегеніміз вокал музыкасының ең қарапайым түрі. Ол поэтикалық сөзден және әуеннен тұрады. Иә. Жақсы, өте жақсы, дұрыс, кімдікі де жауап берген Айшуа. Енді келесі, керме мен әннің айырмашылығы неде? Керме және әннің, шатыспаймыз, әні екеуінің айырмашылығы. Жақсы, сен айта ғой. Керме мен әннің айырмашылығы терме қазақ халық поэзиясында қалыптасқан лирикалық шығарма. Ән вокал музыкасының ең қарапайым, кең тараған түрі. Дұрыс па? Дұрыс екен, өте жақсы. Олай болатын болса, енді бүгінгі бізге жаңа өздеріңіз айтқан өткенді қайталаудағы бүгінгі біздің айтатын әніміз Аралдың әнін орындаймыз. Дайынбыз ба оқушылар? Біз бірінші ән айтпас бұрын дауыс жаттығуына көшеміз, иә оқушылар? Олай болатын болса, дауыс жаттығуына көшейік. Денемізді тік ұстап отырамыз. Дауыс жаттығуына көшеміз. Дауыс жаттығуын бейне таспа арқылы бәріміз қараймыз. Дауыс жаттығуын бастаймыз. Сәлем достар! Ән айтпас бұрын бәріміз бірге дауыс жаттығуын жасап алайық. Ал бастаймыз. Отырамыз, денеміз тік ұстап, қолымызды тіземізге қоямыз. До, ре, ми, фа, До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до, соль, ля, си, до. до, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. До, ре, ми, до. До, ре, ми, до. Ми, фа, соль. Ми, фа, соль. Соль, соль, ми, до. Соль, соль, ми, до. До, соль, до. До, соль, до. До, ре, ми, до. До, ре, ми, до. Ми, фа, соль. Ми, фа, соль. Соль, соль, ми, до. Соль, соль, ми, до. До, соль, до. До, соль, до. Жарайсыңдар оқушылар. Енді келесі бізге үйге берген Аралым әнін оқушылар топ-топпен бөлініп айтасыздар. Бірінші шумағын айтамыз, бірінші топ, екінші шумағын, үшінші топ қайтадан бірінші шумақты айтамыз. Түсінікті ғой? Олай болатын болса, бірінші топ дайындалып отырамыз. Сосын бір-бірімізді бағалаймыз.
қай топ жақсы айтады, сол топты шапалақтап, бір-бірімізді бағалап отырамыз қазір. Бірінші топ дайындаламыз. Бір, үш. Шағанда толқын ойнап жатушы едің, өзіңді күнде қимай батушы едің. Аспанда шалқып ұшқан аққу құстар, шаттана өзің едің қатушы едің. Аспанда шалқып ұшқан аққу құстар, шаттана өзің едің қатушы едің. Жақсы, екінші топ дайындаламыз. ойнап ай сәулені айдынында талайлар қосылушы барлығына аралым айналайын сырым менің қандай күш салған сені қайғы мұңға аралым айналайын сырым менің қандай күш салған сені қайғы мұңға. Кеттік, үшінші топ дайындаламыз. Бірінші шумағын айтамыз. Шағанда толқын ойнап жатушы едің, өзіңді күнде қимай батушы едің. Аспанда шалқып ұшқан аққу құстар, шаттана өзің едің қатушы едің. Аспанда шалқып ұшқан аққу құстар, шаттана өзің едің қатушы едің. Жақсы жарайсыңдар оқушылар. Бірінші топ қалай орындады оқушылар? Жақсы ма? Жақсы, өте жақсы. Келесі екінші топ қалай орындады? Жарайсыңдар. Үшінші топ се. Өте керемет орындады. Жақсы, олай болатын болса оқушылар, енді оқушылар жаңа сабаққа көшеміз. Бәріміз бейне таспаға қараймыз. Назарымызды бейне таспаға аударамыз. Сәлем балалар, бүгінгі музыка сабағын бастайық. Бүгін өте маңызды тақырыппен танысамыз. Ол ядролық жарылыс туралы болмақ. Сол туралы әнде жаттаймыз. Тақырып бойынша ақпараттармен де танысамыз. Қызықты тапсырмалар орындаймыз. Ал олай болса музыка сабағын бастаймыз. Бастаймыз, оқушылар. Енді сонымен бүгінгі тақырыбымыз қандай екен дейді? ядролық Онда бүгінгі тақырыбымыз ядролық жарылысқа жоқ дейміз. Олай болатын болса оқушылар дәптерімізді ашып, күннің жадын жазамыз, тақырыпты жазамыз. Кітабымызда 98-ші бетті, 99-ші беттерін ашамыз. Тезірек дәптерімізді жаза қояйық. Бүгін 27-ші ақпан. Ядролық жарылысқа жоқ дейміз. Ядролық жарылысқа жоқ дейміз. Әнін үйренеміз. Оның әнін жазған Нұрлан Мирманов оқушылар. Енді олай болатын болса, жаңа тақырыбымыздың бейне таспаға назар аударамыз оқушылар. Қаншама жылдар өтсе де, ядролық жарылыс мәселесі, оның салдары, зардап шеккен сансыз адамдар, олардың тағдырлары мен денсаулығы халқымызды
Қаншама жылдар өтсе де ядролық жарылыс мәселесі, оның салдары, зардап шеккен сансыз адамдар, олардың тағдырлары мен денсаулығы халқымызды толғандырады. Еліміздің болашағы бақытты болсын, мұндай қатерлі жағдай кездеспесін деп қаншама әрекеттер жасалып жатыр. Біздің Қазақстанымызды ядролық қарусыз аймақ деп жариялап, 1991 жылы 28 тамызда декларация қабылданды. Семей полигоны жабылып, атом қаруынан бас тарту әрекетін жалғастырды. Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев полигон жайлы былай дейді. Қазақстан аумағында іс жүзінде 40 жыл бойы жүргізілген үздіксіз ядролық қару сынағы жерімізге және ұлтымыздың денсаулығына алапат зиянын тигізді. Әлі бірнеше қазақстандық ұрпақ өз денсаулығынан сол қатерлі сынақтардың салдарын сезінетін болады. Әлемдегі басқа бірде-бір ел Қазақстан мен қазақстандықтар сияқты ядролық сынақтан зардап шекпеген шығар. Расымен, бұл сынақтар біздің елге ұшан теңіз зардабын тигізбей қоймады. Жергілікті халық белгісіз ауруларға ұшырап, азаппен қайтыс бола бастады. Радиацияның кесірінен дүниеге келген сәбилер генетикалық мутацияға ұшырады. Әрбір 1000 баланың 48-і кездер болып туса, 100-і тумай жатып шетінеді. Обырмен ауырғандардың да қатары өсті. Жылдар бойы қазаққа қайға келген полигонның жабылуын халық аңсады, тіледі. 1991 жылы КСРО басшылығының келісімінсіз полигонды жабу мәселесі талқыланып, парламент сессиясында Нұрсұлтан Назарбаев жауапкершілікті өз мойнына алатынын айтты. Осылайша тәуелсіздік ала сала 1991 жылдың 29 тамызында Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен Семей полигоны жабылды. Әлем тарихында тұңғыш рет мемлекет өз еркімен ядролық қарудан бас тартты. Бұл жұмыс оңай болған жоқ. Өйткені біраз державалар Қазақстанда ядролық қарудан бас тартпауға үгіттеп, тәуелсіздікке қауіпте төлеуі мүмкін деп бетін қайтарғысы келген. Тіпті Мәскеу жерге көмілгендерін жаруға рұқсат сұрап, қайтарымына 6-9 миллиард доллар ұсынған. Бірақ президент Назарбаев ақш, Ресей, Франция елдерінің басшыларымен ұзақ та күрделі келіссөздер жүргізіп, 1994 жылы ядролық қаруды Қазақстаннан шығару туралы келісімге қол жеткізді. Ядролық державалар, яғни ақш, Англия, Ресей, Қытай, Франция, Қазақстанның тәуелсіздігіне, егемендігіне және бүгінгі шекараларының өзгермейтіндігіне кепілдік берді. Қазақстанның тәуелсіздігіне, территориялық біртұтастығына қарсы күш қолданбауға міндеттелді. Сонымен не көрдік бейнеден оқушылар, бүгінгі тақырыбымызға байланысты ядролық жарылыстар көрдік, иә. Жүрегіміз кішкене не болды? Қиналды, иә. Көптеген біздің халқымыз, біздің балаларымыз, не болған? Ядролық жарылыстан не болған енді оларға? Денсаулықтарына зиян келтірген, иә. Ол халыққа да зиян болды ма ол кезде? Иә, соған халыққа зиян келген. Енді оны кім жапқан? Бірінші осыны жабу ұсынысын кімдерден болған бірінші? Халықтардан, иә, Семей тұрғындар дұрыс айтады, халықтың тарапынан болған. Бізге не керек дейді? Денсаулық керек. Бақыт керек, иә, таза ауа керек, өте жақсы. Сондықтан біздің тұңғыш кім? Президентіміз Нұрсұлтан Назарбаев істеген? Ол қойып, жағдайға тапқан. Жақсы. Олай болатын болса оқушылар, біз бүгінгі тақырыбымыз осы ядролық жарылыс екен. Енді осы жаңа тақырыбымызда біздің полигон дегеніміз не? Полигон қару-жарақтар мен әскери техникаға, көбінесе ядролық сынақ жүргізуге арналған және бөлінген және жабдықталған аймақ екен. Полигон деген жер. Жаңағы сол ядролық сол жерде жарады екен. Біздің Қазақстанның Семей қаласында сол қалада болып, сол қаланың халқына, балаларына көптеген кесірі тиген екен. Одан кейін радиация дегеніміз не? Радиация деген өткір радиация. Ол ядролық жарылыс кезінде тарайтын радиоактивті сәулелер. Манағының сол сәулелерін тарап, біздің балаларымыздың, манағы жан-жануарларға да, сол елдің халқына да, манағы денсаулықтарына зиян келген. Өте жақсы. Енді олай болатын болса, мына келесі әнді тыңдайық. Бұл ән осы ядролық жарылысқа байланысты шығарылған ән. Біздің минутқа шығарылғаны жөнінде тыңдайық. Әннің көңіл күйін бәрін тыңдаймыз. Екпінін, әннің
қандай латта жазылған? Мажорлық, минорлық. Қолдарымның қайда кеткен қорығы. Қолдарымның қайда кеткен қорығы. Қастарымның қайда кеткен бұрыма. Мейірімге сарықтырған заман-ай, заман-ай, заман-ай. Туған елдің лайланды тұнығы. Қайран елім, қайран жерім, қор болған-ай, жұмарттығы сұр болған-ай, жарылыстан көз ашпаған далам-ай. Жақсы, әнді қысқаша тыңдай қояйық. Оқушылар, әннің көңіл күйі қалай? Сіздердің де көңіл күйлерің түсіп кеткен сияқты болып кетті ғой, иә? Көңіл күйі қандай әннің? Мұңды, иә? Қандай латқа жатыр? Мажорлық па, минорлық па? Минорлық латқа жатыр, өте жақсы. Ән не туралы айтып тұрған? Ядролық жарыс кезіндегі кімнің? Халықтың мұң зары, дұрыс айтасыздар, өте жақсы. Әннің көңіл күйін айттық. Ал әннің екпіні қандай? Марш. Жоқ, әннің екпіні. Жай айттық. Жаңа өздеріңіз айттыңыз, минорлық лат. Минорлық лат дегеніміз мұңды, қайғылы екен. Жақсы, олай болатын болса келесі тапсырмамызға көшейік оқушылар. Келесі тапсырмамыз біздің жұптық тапсырмамыз. Торсық әдісі арқылы сұраққа жауап береміз. Мен мына кеселерді басам. Осы кеселер арқылы астында сұрақ жазылған осы торсық әдісі арқылы сұрақтарға жауап береміз. Жарылыс аймағы қай қалада болған? Жап-жаңа бүгінгі тақырыптағы. Жарылыс дегеніміз ол Семей қаласында болған. Дұрыс, Семей қаласында болған. Өте жақсы. Келесісін басамыз. Заманай әнін кім орындаған? Заманай әнін Роза Рымбаева. Дұрыс. Қазақстанның халық әртісі Роза Рымбаева апамыз орындаған. Жақсы. Келесі торсықты басамыз. Бәріміз қатысып қол көтереміз. Заманай әні не туралы? Бәріміз қосылайық сабаққа. Заманай әні ядролық жарылыс туралы. Ол кімдерге арналып шығарылған ән? Халықтың мұң зарына шығарылған ән, өте жақсы. Жақсы, оны кімнің жарлығымен жарылды дейді. Кім айтады? Кім айта уақыт келмес? Полигон Нұрсұлтан Назарбаевтың атымен жазылған. Тұңғыш президентіміз, толықтыратын Нұрсұлтан Назарбаев жарлығымен. Жақсы. Келесі тездете қояйық. Полигон туралы не білеміз дейді. Ахмет, сен айта қойшы. Полигон туралы не білесіз жалпы? Бүгінгі сабақта. Полигон Қай қалада болған? ол Семей қаласында болған үлкен жарылыс болған аймақ. Оған халық қарсы шығып, алғашқы президент Нұрсұлтан Назарбаев оны қолын қойып жатқан. Өте жақсы, керемет. Жақсы, олай болатын болсақ, келесі тапсырмамыз оқушылар. Келесі тапсырмамызға көшеміз. Енді келесі тапсырмамыз оқушылар. Топтық тапсырма. Енді бұл топтық тапсырмада қараймыз оқушылар бәріміз. Бірінші топ. Семей полигон туралы тақырыбында постер қорғаймыз. Үшінші топ. Одан кейін екінші топ. Кілем тоқу әдісі сұрақтарға жауап береміз. Екінші топ. Үшінші топ. Суреттерді салып түрлендіріп, анағы бүгінгі тақырыпқа байланысты саламыз. Түсіпті ғой. Енді мен қазір сіздерге тапсырмаларыңызды беремін. Бірінші топ. Үшінші топ.
постерлеріңізді қорғайсыздар. Осыған бүгінгі полигон туралы, ядролық жарылыс туралы өздеріңіздің суреттеріңізді салып, болмаса манағы сұрақтарыңызға постерді қорғаймыз. Так, екінші топ қазір сіздердікі кілем тоқу әдісі, иә? Ол сұрақты қазір өзім түсіндіреміз. Так, үшінші топтың тапсырмасы, мына суреттерді өздеріміз бояп жіберіп аламыз. Кезде сыр карандаштарымыз бар ғой, иә? Так, сосын осы туралы маған айтасыздар. Қандай сурет тапсырмын? Так, кеттік, бірінші топ жұмысымызды бастай береміз. Тездетіп жазамыз. Қазір бір құрттай, бір 2 минут уақыт беріп, соған дайын боламыз. Енді екінші топ кеттік. Екінші топ кілем тоқу әдісі арқылы сұрақтарға жауап береміз қазір. Екінші топ дайын отырамыз. Так, енді қазір қалған топ әркім өз жұмыстарын жасай береміз. Кілем тоқығанда қазір мына сұрақтарға жауап береміз. Сол сұрақтарға жауап беру арқылы біздің әдемі кілеміміз тоқылып шығу керек екен. Кеттік, бастаймыз. Бірінші сұрақ. Жарылыс адамдарға қандай зиян әкелді? Қайсы екінші топ? Иә, кім айта алады? Иә? Иә? Халыққа не болған ол? Жақсы болды ма? Заманай әнін кім орындаған? Маған екінші сабаққа жетінші әсі қойып қойған ғой. Заманай әнін Роза Рымбаева орындаған. Жақсы, өте жақсы. Олай болатын болса, келесі керме дегеніміз не? Екінші топ тез керме дегеніміз не деген сұраққа жауап? Мына кілеміміз тез тоқылу керек біздің. Сен сабаққа түспеді соңғысы. Дым білмейсің ба? Керме дегеніміз, иә? Айта ашу. Керме дегеніміз Иә. қазақ халық поэмасында Қарамаймыз. Иә. Керме деген сөз неден алынады өзі? Нақыл сөздерден керіліп айтылады деп бар, қарапайым тілмен айтуға болады. Жақсы. Келесі. Ядролық жарылыс туралы не білесің? Нұрсат, тұр, мен сені қозғаймын. Иә, ядролық жарылыс. Иә? Ядролық жарылыс дегеніміз не оған? Қайда болған? Ядролық жарылыс Семей қаласында Пайдасы бар ма? Не айтшы? оның зияндары көп. Адамдар Зардап шеккен дұрыс. Тағы кездетпейсіз, иә? балалар шетін Халыққа денсаулығына зиян келтіреді. Жақсы. Так, келесі Семей полигоны қай жылы тоқтады дейді? Қай жылы тоқтады? Жаңа тыңдадық қой бейнетақтадан. 1900, сен айта ғой, иә? Сұрақ аяу. 1991 жылы тоқтаған. Тоқтал, кім жапқан оны? Тұңғыш президентіміз кім? Назарбаев. Айтшы, дауысын шығарып, қорықпаймыз. Жақсы. Олай болатын болса, енді заманай әні туралы не туралы заманай әні туралы? Кім айтады? Иә? Заманай ән туралы ол ядролық жарылысқа жоқ. Ядролық жарылысқа? Жоқ, ядролық жарылысқа не болған? Соған байланысты. Иә, сен айта ғой, сол тұр. Заманай әні Роза Рымбаева орындаған атақты қазақтың әншісі орындаған күй. Ол ядролық жарылысқа жоқ дейміз, мұңды орындалған ән. Иә, ол ядролық жарылыс кезінде халықтың несі? Мұң зарынан шыққан ән екен. Жақсы. Олай болатын болса, барды екінші топ. Өте жақсы. Келесі үшінші топ, бірінші топ дайынбыз ба? Дайынбыз ба? Тездетейік. Тездетейік. Оқушылар. Иә. Сурет салып болсақ тездетейік. Болды, сіңде салыпсыңдар. Кел, шыға қойын. Қандай сурет, не сурет туралы. Кел, иә. Айындаламыз, айтамыз. Иә. Рақымжан, айта ғой, тездетеміз бұл. Иә. Рақымжан, тұр.
Болды. Тез. Бұл. Иә. Не сурет алдың? Мен қыз бақыт қызын ұстайын деп жатқан. Ұстап тұрған қыздың сурет көрсете ғой. Жақсы. Сен не сурет алдың Салауат? Салауатта? Иә. Мен бақыт қызы ұшқатқан. Бақыт құсын, иә, бізде бейбітшілік, иә, орын алу үшін салынған сурет керек. Жақсы, сен айта ғой, сен айта ғой, бұл. Мен табиғат туралы салдым. Мен табиғат бізге ауа жібереді и жылы жібереді. Иә, таза ауада өміршілік деп салдым деп Мен бақыт айтасың. құсы туралы салдым. Ол бізге көптеген бақыттар әкеледі. Өте жақсы оқушылар, өте жақсы. Енді кеттік, үшінші топ кеттік, Ақмер шығарың бойынша ақылдасыңдар, иә? Ядролық жарылысты Тыңдаймыз келесі топ. үстінен иықтап тастадым. Біз ядролық жарылысқа жоқ дейміз, ядролық жарылыстар болмасын деген оймен. Сөйтіп бәрің ақылдасыңыздар ма? Бәрің? Ал жақсы, бәрің де суреттерің бірдей екен. Бәрің де ядролық жарылысқа жоқ дейміз деген сурет алдыңдар. Жақсы, олай болатын болса, оқушылар, біз келесі сергіту сәтіне ритмикалық жаттығуға кезек берейік. Келіңіз, тездетеміз. Ритмикалық жаттығулар. Ритмикалық жаттығуымызды өзіміздің аспаптары арқылы жасаймыз. Тездетейік қазір. Мен сіздерге дирижер боламын. Сол дирижер арқылы сіздер маған көрсетесіздер. Мен көрсетем сіздерге қай аспаптар орындайды. Соны маған орындап көрсетесіздер. Жетті ғой, бәрімізге жетті ғой, Так, мен музыканы қосамын, оқушылар қазір. Жарылысқа жоқ
әннің екпіні қандай? Марш. Марш, иә? Маршпен айтылыпты. Бұл жерде көңіл күйі қандай әннің? Мажорлық па мен оның ба? Мажорлық. Дұрыс, дұрыстарымыз шығарайық бәріміз қосып. Енді бұл ән не туралы екен? Соғыс дейміз екен. Бізге енді керек емес дейді, иә бұл. Бізге бейбітшілік не керек дейді? Орнасын дейді, өте жақсы. Енді әнді бәріміз қолымызды тізенің үстіне қоямыз. Әнді бірге қосылып орындайық. Сосын оқушылар, жаңа біз жаттығуымызды жасадық, әнді бірден айта береміз. Тақтамызда бар, және тақтада бар, соған қосылып айтамыз. Жай айтамыз.